Биыл міне екінші жыл біз ауыл шаруашылық министрлігінің қаржыландырып отырған тағам өнімдерінің қауіпсіздігін арттыру бағдарламасы бойынша ғылыми жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Бұл ғылыми техникалық бағдарламаның басты орындаушысы, басшы ұйымы ол біздің университет. Біздің осы ғылыми бағдарламаға біз еліміздің тағы да 3 ғылыми орталықтарын тартып отырмыз. Олар мына ұлттық ғылыми ұлттық биотехнология орталығы, қазақ малдәрігерлік ғылыми зерттеу институты және Қостанайдың аймақтық университетінің ғалымдары. Бұл бағдарламада 8 жоба бар. Әр жоба осы тағам өнімдерінің қауіпсіздігін анықтайтын тәсілдерді жетілдіруге бағытталып отыр. Бұл бағдарламаның бір ерекшелігі, осы барлық 8 жоба олар осы тағам өнімдерінің еттің, сүттің қауіпсіздігін, адам ағзасына қауіпсіздігін анықтау үшін заманауи биотехнология әдістерін қолданып отыр.